Хабарымызды жалғастырамыз. Талғар ауданында Байсерке аспаны авиациялық шоу өтті. Ұшқыштар, парашютшілер және авиаторлардың кеңістіктегі өнерін тамашалауға бұл жолы 10 мыңнан астам адам жиналды. Игі шараны ұйымдастыруға еліміздің бас көлік прокуратурасы мен Алматы облысы әкімдігі қолдау көрсетті. Тақырыпты тілші толықтырады. Ұшу алаңында алдымен дельта планшылары мен авиамодельдеушілер өнер көрсетті. Белгілі ұшқыш және Байсерке алаңы 2026 авиация шоуын ұйымдастырушылардың бірі тікұшақпен көк байрақты аспанда желбіретті. Алдыңғы күнді қарағанда 10 мыңнан аса билет сатылды. Бүгінгі таңда да билеттер сатылу қарқыны өте жақсы. Және де осы жылы біз кассаларды аштық осы жердегі. Одан бөлек біздің авиашоуымыз 20 мыңға дейін халықты қабылдауға бүгінгі таңда дайын. Оның 15-тен 18% дейін шетелдік туристер келеді деуге сенімдіміз, өйткені билеттер сатылуынан көріп отырық. Биыл қатарынан 3-ші мәртебе өтіп жатқан айтулы іс-шараға ғарышкер халық қаһарманы Айдын Айымбетов құрметті қонақ ретінде келді. Оның айтуынша ұшқыштарды дәріптеп насихаттау жастарды отандық авиация саласына тартуға үлкен септігін тигізеді. В день праздника воздушного флота на аэродроме Байсерке. Байсерке аспаны 2026 іс-шарасының өтуі еліміздің авиация мен ғарышты игеру ісін насихаттаудағы маңызды өте зор деп ойлаймын. Осы шоу арқылы жастарымыздың авиация саласына деген қызығушылықтарын оятуға болады. Солардың арасынан білікті мамандар шығары анық. Бүгінгі Байсерке аспанын думанға бөлеген айтулы шарада бірінен бірі қызықты бір емес 16 түрлі авиашоу ұйымдастырылған. Ал оны тамашалауға келген қара нөпір көрерменнің делебесі қозып, сол ұшақ қанатында өздері отырғандай ғажайып көңіл күй кешуде. Мен осы авиашоуға 3-ші рет келдім. Осылардың трюк жасағаны ұнайды. Сол ұшқандары, жекеше ұшқандары ұнайды. Сол балаларға қызық, үлкендерге қызық, кішкентайларға қызық та. Содан келемін. Өзіме сондай ұнайды. Өзіммен бірге ұшып жүргендей сезім болады. Біздің қазақтың жастардан техника құмар бола берсін деймін. Жақсы нәрсе бұл енді мына балдарға қызық нәрсе ғой, енді осы келіп көріп тамашалап тұрса, бұлар осы қызыға ма, солар жолын қуама деген үміт қой. Осы шоулар көбейе берсін. Байсерке аспаны бұл орталық Азия аумағында дәстүрлі түрде өткізілетін жалғыз авиашоу. Ұйымдастырушылар келесі жылы бұл шоуды халықаралық деңгейде өткіземіз деп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Рашид Шүкірәлиев, Қонаев медиа.